Бұл сабақта біз Flutter мен жұмыс жасаймыз, яғни бізде мен осындай макет жасап қойдым. Шағын ғана приложение, ешқандай смысл жоқ приложение. Просто біз бұны белгілі бір дүниелерді түсіну үшін жасаймыз. Бұл жерде логика қалай? Бізде осында телефон бар деп алайық. Мына жерде айталық 1 2 3 4 5 болатын болса, мына жерде 5 деп шығарып тұрады, мына жерде кнопка болады. Осы кнопканы үстінен басып қалған кезде мына жерде тағы біреу пайда болады. Былай сол кезде мынаның көлемі де өзгеріп отырады. Бұл жерде маңызды дүниелер бар, және бұл өте қызық тема, соңына дейін қарау керек. Енді Android Studio'ны мен ашып қойдым, простой ғана осындай Flutter проект қосамыз, және мына жерде нахрен қажеті жоқ, мынандай дүниелер бар. Біз осының бәрін кетіреміз. Негізі бұл стандартта сондай элементтер. Мына жерге мен Material App деп жазамын, себебі біз Androidқа приложение жасаймыз. Androidта негізгі стиль, мысалға айталық, Androidта әртүрлі стиль бар. Приложениені ашатын болсаңыз, сол стильдің бәрі Material Design деп аталады. Сондықтан біз Material деп жазамыз. Енді әрі қарай Home, яғни бізде қандай бірінші виджет тұрады, приложениені ашқан кезде жалпы бірінші не көрінеді, біз осыны мына жерге жазуымыз керек. Бұл жерге біз жағына текст деп жаза салуымызға болады. Мысалға айталық, окей деп жазайық. Әрі қарай запускать етуімізге болады. Біз результатын көреміз. Мына жерде тестовый файлдар бар, біз тест жазбаймыз, тест ол басқа тема. Сондықтан мен мұнаны удалить етіп тастаймын, пока что бұл бізге керек емес. Бірінші рет іске қосқан кезде, мына Flutter приложение болсын, басқа да Android проектілер болсын, ол ұзақ уақыт тұрады. Себебі APK файлды қосу керек. APK файлды алғаш рет іске қосқаннан кейін келесіде ол тезірек болады, әлде қайда тезірек. Тамаша, бізде міне осындай приложение шығады. Мына жерге мен окей деп жаздым, мына жерде міне окей деп тұр. Бірақ мына жерде өте сондай жалпы черный болып тұр, және қызыл текст. Неге? Себебі бізде экранның стилін шығару үшін scaffold деген виджетті қолданамыз. Scaffold деп аталады бұл. Scaffold дегеніміз жалпы экранда осы біз не көреміз, соның барлығы scaffoldта тұрады. Енді біз осылай жазамыз, және scaffoldта body деген бар, бұл scaffoldтың денесі, яғни scaffoldтың ішінде не көріп тұрмыз? Основной алаңда орналасатын информация осы scaffold body дегеннің ішінде тұрады. Іске қосамыз қайтадан, немесе Ctrl-S-ті басуға болады. Сол кезде мына жерде міне окей деп шығады. Бұл жерде мен Flutter'ды басында новичоктар түсінбеуі мүмкін, не үшін деген сияқты, мен сондықтан бірінші мына приложениеге өтпес бұрын осыны айта кетем. Окей деген текст шықты, және жоғары бөлігінде бізде мынадай шығу керек міне. Бұны app бар деп атайды. Бұл app барды шығару үшін біз не істейміз? Мына scaffold айтқанымдай, осы экранда біз не көріп тұрмыз, соның барлығы. Және сондықтан біз scaffoldтың ішіне жазамыз. App бар дейміз, және app бар деген виджетті жазамыз. Және бұл виджетке ештеңе жазбайтын болсақ, біз запуск жасағаннан кейін, міне осылай пустой бірдеңе шығады. Және мына текст міне осы жерге шығады. Мынау app бар, міне, мына body деген мына ақ аймақтың бәрі. Мына жерде ақ болып тұрғанымен, негізі мынау чистый ақ емес, бұның әрине түсіне өзгертуге болады. App барға біз мынадай текст қоюымыз керек. Мына жерге list count немесе общий количество, саны, анау-мынау любой текстті жалпы жазуға болады. Енді оны шығару үшін біз title деп жазамыз, яғни мына жерде шығып тұратын текст болады, соны title деп атайды. Titleға біз текст деген виджет шығарамыз, себебі бізге текст керек. Хотя ол жерге басқа да заттар қоюға болады. Мына жерге барлық саны дедінде 1 деп жазып қойдым. Және перезапуск жасаймыз, мынаны басу арқылы, сол кезде міне 1 деп шығарады, саны 1. Кейін біз мына жерге батырма қосамыз, қосқан кезде мына жерде бір список шығу керек, және мына көлем өзгеріп бара береді. Енді бізде мына жерде былай болу керек. Батырма қосуымыз керек. Мына жерге арнайы қызыл батырма. Бұны Androidта FAB деп атайды, немесе Floating Action Button. Бұл да Floating Action Button деп мына жерде жазатын болсақ, бұл шығарады. Мына жерге де тағы да Floating Action Button деп жазамыз. Және on preset.
Бұл floating action button деген осындай стиль шығарады. Қайтадан перезапуск жасайық. Мына жерде міне шығады. Бұл үстін басқан кезде мына on preset деген функцияны, мына функция орындалады. Егер мына жерге мысалға мен print деп жазатын болсам, окей, там окей емес енді. Ертай деп жазайық. Егер басатын болсам, қайтадан перезапуск жасаймыз. Менде hot reload жасамайды тұр. Так, мына жерде міне ертай деп шығады. Яғни мынаны басқан сайын бізде мына функция орындалады. Логиканы осы жерге жазамыз. Мысалы, мынаны басқан кезде мынаның количествосы өзгереді, мына жер өзгереді деген секілді. Енді списокті біз қалай шығарамыз? Списокті біз шығара алу үшін мына жерде list view деген виджетті қолдануымыз керек. List view, және бұл жерге ең қарапайым жол негізі list view-ді қолдана салу осылай. Және мына жерде children деп тұрады. List view деген список шығару үшін мынадай әртүрлі кез келген дүниеде список бар. Мысалы, мына жерде міне папкалар тұр, бұның бәрі де список. Егер біз бұл жерге бір виджет шығаратын болсақ, мысалға осылай көбейтеміз. Сол кезде міне список түрінде шығады. Мынаны басқан кезде мына жерге бір списокте элемент қосылу керек, және мына көлем өзгеру керек. Ол үшін біз не істейміз? Бұл жерде мынадай ситуация бар. State management деген бар. State management дегенімізде state өзгерту. Мысалға, мына жерде 2-4 болып тұрды ма, 5 ма, демек state өзгерді. Және мына жерде 1 болып тұрды ма, 2 ма, state өзгерді. Және жүктеліп жатыр деген бұл басқа state, және жүктелі деген басқа state. State дегеніміз не? Программалауда оған қатысты жеке видео жасауға болады. Енді простой қысқаша түрде айтатын болсақ, мысалға реальный мирде айталық, автобус келе жатыр, бұл басқа state, автобус келіп тоқтады, бұл басқа state, автобус авария болды, бұл басқа state, және автобус ұшты, ол басқа state. Әрине ондай болмайды, просто мысал. Ал енді мына жерде біз ол үшін не істеуіміз керек? Біз былай прямой жазбаймыз негізі. Мына кодқа мән беріп, білейін, бұл не деген хреновый жағдай, бұндай алып жазуға болмайды деп керек емес. Мен новичоктарға түсінікті болу үшін осылай без лишний хрен жазып жатырмын. Енді мына жерде стейтті басқара алу үшін бізде басқа бет ашуымыз керек. Әдетте жаңа беттерді ашқанда солай жазылады. Біз бір бетке жазайық. Бұны біз state класс деп жазамыз. Бұлай қысқаша жол бар. st мына жерде жазамыз. Сол кезде st full деген бар, st less деген бар. Stateless widget және state full widget деген бар. Бізге state full widget. Екеуінің қандай разницасы бар, мен қазір түсіндіремін. Сол кезде бізде мына автоматически осылай қосылады. Біз бұны нөлден бастап жазып керек емес. Тағы да қайталайын, st деп жазамыз. Сол кезде мына екеуі шығады. Осыны басамыз да enterді басқан кезде автоматически шығады. Мына жерге просто біз атын жазуымыз керек. Міне. Бірақ енді бұлай кетіріп алдық. Біз st full дегенді басам, и мына жерге атын бірден жазам. Home, мысалға page. Әдетте әр жаңа страница, мынау жаңа страница бұл жеке осындай виджетте тұрады. Басқа страница болса, ол да жеке виджетте тұрады. Ол былай жазылмайды негізі. Енді біз бұл жерде ыңғайлы болу үшін қалай істейміз? Мына scaffold дегенді көшіріп алам полный, және мына returnға жазам. Осы жерге жазам. Яғни мына жердегі элемент дегеннің барлығы мына home page деген виджетте тұр. Енді оны мына жерде көрсету үшін айтам, так, тыңда, маған home page-де мына приложение іске қосылған кезде көрсет. Әдетте приложение жазған кезде біз осылай жазамыз. Run up, мына жерге қандай стиль екен жазамыз. Material up деген бар, және Cupertino up деген бар. Cupertino up деген бұл iOS-қа арналған стиль, Material up деген бұл Android-қа арналған стиль. Дегенмен Material дизайнмен iOS-қа да жазуға болады, iOS дизайнмен былай Android-қа да жазуға болады, егер қаласаңыз. Біз осылай іске қосамыз. Енді көріп тұрғанымыздай, мына жерде міне ештеңе өзгерген жоқ. Себебі просто мынаны қайтарады, ал мынау мынаған тең. Мына жерде не бар? Біз мынаны көріп тұрмыз. Ал енді бұл жерде мынадай дүние бар. Set state деген. Мысалға мен жазайын.
мына жерде set state деген бар. Бұның не зат екенін білу үшін, не екенін білу үшін қазір біз былай істейік. Мына жерден Dart'та функция бар, list деген. List деп жазайын, және бұның ішінде string деп жазамыз. Не үшін? Бізге просто мына списокті сақтау керек. Ал ол список деген string деген типке жатады. Мына список бар, string деген типке жатады, сондықтан біз string деп жазамыз. Егер мына жерде сандар ғана болатын болса, int немесе басқа объект болатын болса, сол объектінің аты жазылады. Бұл жерге біз жай ғана мен items деп жазайын. Items деп жазамыз және пустой список. Бұл жерде пустой ғана список тұрады осылай. Енді одан кейін мына сызықша қоямыз. Не үшін сызықша қоямыз? Бізде басқа класста осыны қараған кезде мына элементке прямой доступ алмас үшін жай ғана. Ал енді оны түсінбеген болсаңыз, онда Flutter мен плотно жұмыс жасаған кезде бұның маңыздылығын түсінесіз. Бұлай жаза салсаңыз да болады, данный момент. Мен осылай жазам. Осы список бар, және бұл пустой. Мына жерде мысалға төртеуі бар, біз осының барлығын, осы жердегінің барлығын мынаның ішінде сақтаймыз. Яғни осы списоктың ішінде тұрады. Ал бізде мынандай простой список тұр, бұл өкінішке орай бізге келмейді. Біз басқаша жазуымыз керек. Неге? Себебі мынау ғана қарапайым ғана осындай списокті сақтауға арналған. Біз білетін мынадай әдетте мысалға жаңалықтар лентасы болуы мүмкін. Сондай жағдайда біз list view деген бар, және builder деп жазамыз, және item builder деп тұрады. Мына жерге негізі мына жерде context тұрады, және мына жерде index. Бұны қазір мен түсіндірем. Мына жерге жай ғана return деп жазамыз. Біз бұл виджетті негізі бір Flutter туралы сабақта қарастырған болатынбыз. Мына жерге просто text деп жазамыз. Сол кезде бізде не болады? Сол кезде міне өзгереді. Бұл айтады, list view қосады, және мына жерде виджет бар, text деген соны мына экранға қайтарады. Бұл бесконечный. Себебі мына жерде біз көлемін жазған жоқпыз, ол қанша екенін. Мысалға мен жазатын болсам, item count 100 дейтін болсам, жарайды 10 дейік. Сондай жағдайда мына жерде міне 10 шығады. Ал енді бізге бұл жерге мына списоктың ішінде не бар, соларды ғана шығаруымыз керек. Және мынаны басқан кезде біз мына жерге сақтаймыз, и осы жердегіні кейін біз осы жердегіні мына виджет арқылы экранға шығаруымыз керек. Осылай үтір қоямыз, себебі оқуға ыңғайлы болады. Бұл рекомендация, Flutter'дің разработчиктердің өзінің рекомендациясы. Items дегенді жазамыз, .lens деп жазамыз. Неге? Бізде қанша item қосылады, яғни қанша осындай текст қосылады. Ол біреу болуы мүмкін, екеу болуы мүмкін, біз оны білмейміз. Мынаған айтамыз, так, item lens деген мынаның ішінде қанша элемент бар, соны бізге қайтарады. Яғни сосын ол мынаған тең болады. Енді біз осылай қарайтын болсақ, мына жерде нахрен ештеңе жоқ. Неге? Себебі біз ештеңе қосқан жоқпыз. Ал енді мына жерге текст деп жазатын болсақ, айталық бірдеңені жазайық, ертай деп жаздық. Сол кезде обновить ететін болсақ, текст деп міне шығарады. Егер себебі мына жерге біз текст деп жазып қойдық. Просто мына жердің ішінде жазылған шығара алмай тұр. Оны шығара алу үшін біз не істейміз? Items дегенді мынаның ішіне жазамыз, және осындай ашамыз. Мынаның атын ұмытып қалдым, өкінішке орай, index деп жазамыз. Мынау index деген сөз. Index. Context деген Flutter'де бұл басқа тема. Мына context бар, мына context деген бар. Бұл не екен мен жеке видеода түсіндірім. Пока что осыны қарастырамыз. Ал енді біз осылай шығаратын болсақ, экранда міне ертай деп шығады. Не үшін ертай деп шықты? Так, мынау қарайды. Бізге count бірге тең, окей. Ал мына жерде біреу болатын болса, ол бір-ақ рет орындалады. Екеу болатын болса, екі рет орындалады мына жер. Сол кезде айтады, так, items дегенге бар, соның индексі міне қайтарады, мына индекс, так. Сол items деген ішінен индексі осыған тең, мына текстті тап, сол текст мынаған тең, экранға шығады. Егер мынау мысалға айталық, ертай емес там. Мысалға арай деп жазсам, обновить етеміз. Мынаны басу арқылы сол кезде міне екінші шығады. Себебі былай. Мына жерде мына индекс бірінші қайтарады, 0 деп қайтарады. Егер мына жерде екі элемент болатын болса,
мына жерде 0-ден бастайды. 0-ші мынау біріншіге тең. Мынау айтады, так. Мынау алады мына жерден 0-ші элемент, мысалға былай. Сол кезде мынау ертай дегенге тең. Одан кейін мынау екінші рет айналған кезде бірінші элемент, ол мына арай деген сөзге тең. Осылай экранға шығады. Короче, бұны практика жүзінде жұмыс жасаған кезде плотно түсінесің. Ал енді бізге мынаны басқан кезде мына жерге бір элемент қосуымыз керек. Біз оны қалай жасасақ болады? Біз просто былай істейміз. Мына жерге мен просто жазайын. Set state деп жазамыз. Не үшін екен қазір айтам. Items деп жазамыз және add дейміз. Dart'та list деген функция бар. List функциясына біз заттарды сақтаймыз. Не бар мысалға жаңалықтар сайты болса, там жаңалықтардың списігі, пользовательдердің списігі, тағы бір заказдардың списігі, любой зат. Осыған біз қоса аламыз, удалить ете аламыз. Мынау сияқты осылай индекс бойынша доступ ала аламыз. Егер мынаның не екенін түсінбеген болсаңыз, бірінші Dart'та list view қалай жұмыс жасайды, соны жеке қарасаңыз болады. Енді біз бұл жерде әр басқан сайын қандай текстті қосамыз? Просто Flutter деген текстті қосамыз. Обновить етейік. Енді басамыз. Сол кезде міне Flutter деп қосылады. Flutter міне. Бесконечный түрде қосылады. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Мына set state деген функция бар. Ол мынау stateful виджеттің ғана ішінде бар. Stateless деген виджет бар. Ол более короче, былай мысалға осындай виджет. Байқап отырғаныңыздай мынадай емес ол. Мынадай емес, мынадай stateless. Бұда set state деген жоқ. Біз мына state'ті өзгерте алмаймыз. Жаңа айтып кеткенде state деген бір жүктеліп жатыр мына жағдайда, немесе жүктелді, немесе жаңа бір элемент қосылды, соның бәрі state. Жаңа мына қажет емесін кетірейін. Короче, осылай. Мына set state деген айтады, так, мынаған элементке қосылды дейді, мына жерде бүкіл не бар, соның бәріне обновление жасайды. Және мына жерге перезапуск жасайды. Яғни перерисовка жасайды элементтерге. Мына жерде бұл ештеңе байқалмайды, бірақ бұл өте себебі жылдам жүретін процесс. Мен тағы да айтам. Бұл жерде біз мына set state-тің қалай жұмыс жасайтын және басқа нюанстарды қарастырып жатырмыз. Ал реальный проектіде бұлай жасау бұл жақсы дүние емес. Себебі set state-ті жасаған кезде мына жерде не бар, солардың бәріне перерисовка жасалады. Ал бұл өз кезегінде телефонның бұлай производительностьна әсер етеді. Сондықтан бұлай жасамаңыз. Бұндай жағдайда әдетте стрим деген дүние бар, сол қосылады. Оған қатысты біз жеке сабақ қарастырамыз. Осыны қостық. Ал енді бізде приложениеде концепция осындай болған. Енді мына жерде список бар. Бұл спискті біз қалай аламыз? Өте оңай. Просто осылай қалдырамыз. Плюс дейміз. Items length. Length. Және toString деп жазамыз. Не үшін toString деп жазамыз? Мына жерде мысалы байқап отырғанымыздай, мынау числоға тең, мынаның типі, сондықтан мына жерге toString деп жазып керек емес. Ал мынау string деген типке тең, ал мынау length деген жай ғана цифрды қайтарады, яғни int деген тип. Сондықтан мынаны stringке айналдырып, мына жерге шығарамыз. Сондықтан toString жазылады. Запускать етеміз және екеуі тұр көріп тұрғанымыздай. Окей, міне екеуі. Біз бұны вообще алып тастасақ болады. Сондай жағдайда 0 деп тұр. Басамыз біреу, тағы басамыз осылай міне. Көріп отырғанымыздай бұл өте жақсы дүние. Яғни set state осылай жұмыс жасайды. Ал енді бұл жерде мына дизайн бар. Бұл дизайнды жалпы өзгерте салу проблема емес. Оны енді Flutter ондайға мүмкіндік береді. Просто біз кішкене көлемін үлкейтейік. Ол үшін style деп жазамыз. Қысқасы мына әр текстке өзіне жеке стиль береміз. Сондықтан style дейміз. Яғни текстке style. Стиль яғни. Мысалы көлемі қандай, там шрифтісі қандай деген сияқты 18 пиксель дейміз. И осылай қоямыз. Үтір қоямыз міндетті түрде. Себебі былай қоятын болсақ, ол оқу ыңғайсыздау. Немесе былай қоятын болсақ не? Былай созылып кетеді, былай қарай оқу ыңғайсыз өте. Және көріп тұрғанымыздай 18 пикселге тең, және мына жерге қоямыз әрине.
фонд, мысалға виз деген бар, ол жирный ма немесе короче жирность қандай, соның барлығын көрсетеміз. Міне осылай 20 пиксель дейік, егер аз болатын болса, міне осылай қайтадан іске қосамыз. Сол кезде барлығына сброс жасалады. Себебі мынау автомат түрде, дефолтный түрде, яғни бірінші рет қосылған кезде пустойға тең. Міне осылай. Және мына кнопкаға да икон қоса салуға болады. Себебі былай тұрғаны өте біртүрлі. Икон деп жазамыз, икон деген виджет аламыз. Мына child деген мынаның ішінде не бар, соған тең. Бұған біз текстті қоса аламыз, басқа бірдеңені қоссақ болады. Icons мысалға add деп тұр. Icons дегенді аламыз, себебі бұның ішінде бізге қажет иконкалардың списігі бар. Add деген бар, margin, storage, доллардың знагы, тағы басқа. Енді бізге түсінікті болатын міне осы. Сақтаймыз, и сол кезде мына плюсик шығады. Міне осылай. Жалпы Flutter'де бар. Осы set state пен дәл осылай жұмыс жасаймыз. Және базовый деңгейде біз мынаның не екенде қарастырдық.